Сағынаев Ғани Қадырақынұлы. 1973 жылы Егіндібұлақ ауылында әкесі Қадырақын мен анасы Банудың шаңырағында дүниеге келді. Алғашқы білім нәрін Қаратау мектебінен бастады. 1982 жылдан бастап Егіндібұлақ мектеп-интернатында білім алды. Ғанидың балалық шағы 3 әпкесі мен 3 бауырының ортасында, 6 ағайынның бауырмалдық бірлігінің ортасында асыр сап өтті. 1985 жылдан бастап әкесі Қадырақынның шаруа қожалығында еңбек жолын бастады. 1996 жылы Доғалан совхозының Нұргүл есімді қызын өзіне жар, әке шешесіне келін етіп әкеліп, отау тікті. 1997 жылы тұңғыш сәбилері Ақерке өмір есігін ашты. Артынан көп ұзамай, шекесі торсықтай Бексұлтан атты ұлы шыр етіп өмірге келді. Шаңырақты шаттыққа бөледі. Ата-әжесінің қуанышында шек болмады. Араға біраз жылдар салып, 2004 жылы Ақгүл атты ерке қызы өмірге келді. 2010 жылы Зередей алғыр да ақылды қыз келді. Қазіргі таңда Мұздыбай шаруа қожалығын аға бауырлармен бірігіп дөңгелетіп отыр. Адал еңбегімен, қажымас қайратының бауырмалдығының арқасында 2022 жылы еңбек ері медалімен марапатталды. Өнегелі өмір соқпағында сыйластық пен достастықтың ұлағаты болып, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп, шуақты шаңырақтың алтын діңгегі бола білді. Әуелі жемістері, бауыр еті балалары 3 қыз бір ұлды тәрбиелеп, оқытып, үлкен қызын құтты орынға қондырып, ұлына мал шаруашылықтың қыр-сырын үйретіп, қолғанаты қылдырып, болашағынан үлкен үміт күттіруде. Екінші қызы Қарағанды мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті, болашақта биология пәнінің мұғалімі. Кенжесі Зере мектеп табалдырығында озат, білімді оқушы. Барым да, нарым да балаларым деп отырған асқар тау әке. Қазіргі таңда Сағынаевтар жанұясының ынтымақты ауыз біршілігі жарасқан, өмірлері ауылдастарына өнеге. Бүгінде Ғани елге сыйлы азамат 50 жасқа толды. Барлық жақсылықты, темірдей мықты, денсаулық тілейміз. Жуаған әкем анам, жанымда жүрсең дәйім есен аман.